Мен Самедов Давид Түркістан облысы Түлкібас ауданы Керейт ауылындағы Ордабай Ағыбайұлы атындағы жалпы орта мектебінде 6-шы А сыныбында оқимын. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе, адамдықты іздесең, жаттап тоқы көңілге, деп Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай. Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқығанды ұнатамын. Абай адамзаттың мәңгілік рухы. Кітапта демекші, біздің бойымызға мәңгілік рух беретіні анық. Мен Абайдың қара сөздерінен мәңгілік рухты сезінемін. Мен Абайдың бірінші қара сөзінен болашақ жастардың білім ғылымға деген көзқарасы жақсартуын ұқтым. Мен сіздерге Абай Құнанбайұлының өмірбаянын айтайын. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы туылып, 1904 жылы қайтыс болды. Ол қартайған кезінде қара сөздерін жазуға бел буды. Мен сіздерге сол Абай Құнанбайұлының қара сөздерінен біреуін айтайын. Бірінші қара сөзі. Абай Құнанбайұлы қартайдық, жұлыстық, тартыстық, таластық. Осы істердің ішінде біреулер келіп Абай атамызға мал бақ дейді. Жоқ, малға бағым жоқ. Мен мал бақсам, ұры қары ұрлап кетер малды. Менің жайымды жастар бақсын дейді. Ел бақ дейді. Елге бағым жоқ, елді саулықтандар бақсын дейді. Мен қартайдым дейді. Содан кейін имам ұста дейді. Имам ұстайын десе, менің халім нашар дейді. Сол кезде Абай атамыз мен ғылым бақ дейді. Ғылымға бағым жоқ, айтайын десең, жанымда ғылымды адам жоқ дейді. Сол кезде Абай атамыз ойлана келе қара сөздер жазуға қартайған кезінде бел болады. Мен Абай Құнанбайұлының шығарма өлең қара сөздерін жатқа айтып, өз болашағымызға және жастарымызға айтуды парыз етемін. Сол кезде біз болашағымызда Абай атамыз сияқты ұлы ақындар пайда болса, Қазақстан еліміз көркейеді. Аллаңызға рахмет.